2019 жылдың өзінде нет санатына жататын, яғни оқып, біліктілігін арттырып немесе жұмыс істеп жүрмеген жастар саны Қазақстанда шамамен 250 мыңға жетті. Адамның әлеуметтік өмірге қатыса алмауы оның шеттелуіне және оқшаулануына әкеледі. Сондықтан жастардың қоғамдық өмірге белсенді қатысуы мен оларды нәтижелі жұмыспен қамтылуына жағдай жасау өте маңызды. Осы сын-қатерлерге жауап ретінде Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы әлеуметтік оқшаулануды еңсеруге және қауіп-қатер тобындағы халықтың әлсіз топтарынан шыққан жастардың экономикалық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған алғашқы өңірлік жобаны ұсынды. Жоба кәсіби тәжірибе алуға, тұрақты жұмыс табуға, сондай-ақ өз бизнесін құруға және дамытуға мүмкіндік берді. Бастамаға жалпы алғанда Қазақстан Республикасын қоса алғанда Орталық Азияның 4 елінен 8 мыңнан астам жастары қатысты. Қазіргі жастарға тек қана қолдау мен сенім керек. Оларды қолдап, сенің қолыңнан келеді, осы істі баста ары қарай дамыт десеңіз, одан артық оларға қолдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан қазір менің өзімнің түсінігім бойынша жастарға қатты мемлекет тарапынан қолдау болып жатыр. Менің ойыммен Біріккен ұлттар ұйымының бұл негізгі мақсаты діни бағыттағы, сонымен қатар қоғамда көзқарасы дұрыс қалыптаспаған, оқымай қалған, яғни нет санатында жастарды қамту. Біздің елімізде жоба Ақтөбе облысында, Қандыағаш және Шалқар қалалары, Шұбарқұдық кенті және Қарағанды облысында, Балқаш, Жезқазған және Сәтпаев қалалары іске асырылды. Осы ПРООН бағдарламасы бойынша мен жастармен бірге жұмыс жасадым, тренер және ментор ретінде. Және байқағаным, қазіргі жастар көп ақпарат алады жан-жақтан, және өмірлік ұстанымдары жоғары, арман мақсаттары бар. Тек қана оларға кедергі болатын нәрсе өмірлік қиын жағдайға тап болғандары. Яғни қаражаттың аздығы, немесе соның кесірінен жоғарғы білім ала алмай қалғандары, тіпті жоғарғы білімі болса да, осы қала орталығынан алыстау жерде тұрған кезде жұмыс табудың өзі қиындығы. Сондықтан да бұл жастарға әрине қосымша қолдау қажет, және өмірлік тәжірибесі адамдардың жалпы өмірлік ұстанымы туралы білгені өте дұрыс. Қазақстанда іске асырылған бастама 3 негізгі бағытта ауқымды жұмыс жүргізді. Субсидияланатын тағылымдамалар бағдарламасы, жастарға арналған әлеуметтік инфрақұрылымды орнату және дамыту мақсатында үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар және кәсіпкерлік гранттар болды. Субсидияланатын тағылымдамалар бағдарламасы аса маңызды және басым бағыт ретінде ерекше назарда болды. Тағылымдамадан өтушілер 25 түрлі мамандық бойынша практикалық тәжірибе алу мүмкіндігіне ие болып қана қоймай, өз еңбегі үшін ай сайын стипендия алып отырды. Жалпы 576 адам, оның ішінде 359 әйел және 217 ер адам тағылымдамадан өтті. Бағдарлама аяқталғаннан кейін барлық қатысушының жартысына жуығы жұмысқа сәтті орналастырылды. Жалпы мен бұл жобаға келуім себебі досым себепкер болған. Маған осындай жерде осындай бағдарламалар болып жатыр. Барып көрсем болады деген сияқты. Сосын мен өзім қызығушылық танытып, сол жерге барып, документ не дайындау керек екенін біліп, сосын именно қандай мамандықтар бар екенін біліп, осы барбершопты білдім да, сосын осы мамандық таңдап, осы жерге келіп, оқу барысы көбінесе практически болғандықтан маған ұнап, 3 ай оқып шығып, қазір осы жерде жұмыс жасаймын. Жалпы адамдармен сақал, шаш деген сияқты нәрселермен айналысамыз. Жобаның екінші негізгі бағыты ретінде жергілікті кәсіпорындардың әлеуетін арттыру мен дамыту мақсатында арнайы кәсіпкерлік гранттар бағдарламасы іске асырылды. Ол өз кезегінде әлсіз жастар үшін қосымша жұмыс орындарын ашуға жағдай жасауға бағытталған. На этот грант мы купили необходимое оборудование и расширились, и начали реализовывать свои новые проекты. Если меня спросили бы 3 года назад, сказали бы, ты будешь там шить, там одежду, там делать вышивку, я бы сказал бы, да нет, ты че. Сейчас вижу, что на этом этапе открываются новые двери, новые возможности. Мы закупили дополнительное оборудование и смогли также запустить вот такие вот рубашки. Мы обучили 15 человек. Обучение проходило 2 месяца, после чего мы трудоустроили 10 человек. 2 человека открыли свои ателье. Они же еще и трудоустроили к себе, вот с кем учились. Бағдарламаға жалпы 32 жергілікті кәсіпорын қатысып, 100-ден астам жеке қатысушы тұрақты жұмысқа орналасты.
Осы бастама аясында Қарағанды және Ақтөбе облыстарының жас кәсіпкерлері және орнату, тігін фабрикалары, фотостудиялар, сұлулық салондары, көгалдандыру қызметтері, жиһаз цехы, тренажер залы, кафе және басқа да көптеген бизнес түрлерін сәтті кеңейтті. Тігіншілік дейтін біздің тұқымда бар екен. Оны біз ешқандай арманды емес, ойламаған жерден ғана апам өз қолынан соны тіге үйреткен еді, содан кейін бізге үйретті. Қасыма көмектес, сол кісінің арқасында мен 5 жылдай үйренуші болдым. Тігеміз қолымыздан келмеген үйретіп, осылай істе деп сөйтіп шыңдалып дамыдық. Менде оған дейін болған тек апамның 2 аз-маз 60 мыңнан келетін машинкасы ғой. Одан кейін міне алып отқанымыз биылғы неде грантта мына машинканы алдық. Тігін өзінің автоматты машинкалар алдық. До участия в проекте мы работали в подвальном помещении, у нас не было ни станков, ничего. Мы только собирали мебель, мы распиливались в другом месте. А сейчас полный процент под нашим контролем, теперь сами все сделаем. Проның арқасында біраз техника алдық. Оған дейін бізде жетпеген техникалар. Қосымша балаларға үйрете алмадық. Қазіргі таңда біз масштабты алып тұрмыз. Балаларға да қазір жаңа техникамен жұмыс істеген ыңғайлы, чем ескі техникадан қарағанда. Соңғы, 3-ші басты бағыт әлеуметтік гранттар болды. Атап айтқанда, жастарға қажетті әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын құру және дамыту мақсатында Ақтөбе және Қарағанды облыстарындағы жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға 18 грант бөлінді. Мысалы, жастарды дамыту орталықтары, спорт алаңдары, еріктілер клубтары мен коворкинг орталықтары іске қосылды. Волонтерларға қажетті заттар, яғни проектор, телевизор, настольный теннис, сосын шахмат, шашка ойындарын және спорттық ойындарды доптар алуға жаңағындай жұмсалды. Такая возможность, которая получается, наверное, не у всех, так как все упирается в средства финансовые. И тем более, когда мы работаем с ребятами, которые социально уязвимых категорий, это очень большие деньги. Если, получается, не было бы этих грантов, возможно, у этих ребят не было бы какого-то шанса вообще вырваться. Жобаның негізгі 3 бағытынан бөлек, бірқатар басқа да маңызды идеялар жүзеге асырылды. Жастар лагерлері, психологиялық қолдау және көшбасшылық қасиеттерді дамытудың арнайы курстары ұйымдастырылды. Дегенмен жоба аясында жүзеге асырылған барлық жұмыс түрлерінің басты мақсаты өзгерген жоқ. Басты мақсат жастардың қалаған ісін қоғамда өз орнын табуға және болашаққа сеніммен қарауға көмектесу.